Сәлем достар. Мен сіздерге бүгін 7-ші сынып Қазақстан тарих 490 БЖБ талдаударымен бөлісетін боламын. Бүгінгі БЖБ-міздің негізгі тақырыбы 19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы деген тақырып бойынша беріліп тұр. Әдеттегідей оқу мақсаты бағалау критерийлері орындау уақыты, ойлау дағдыларының деңгейі көрсетіп тұр. Міне көріп отырмыз. Енді бүгінгі біздің БЖБ-мызда негізгі екі тапсырма беріліп тұр. Міне бірінші тапсырма білім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыз деп тұр. Яғни 5 ерекшелігін атап өтіп кететін боламыз. Екінші тапсырмамыз 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері туралы ойыңызды ПТМС формуласы арқылы пікіріңізді білдіріңіз дейді. ПТМС деген не екенін білеміз. Мектеп бағдарламасында бізде күнде орындап жүрген тапсырмаларымыздың бірі. Міне осы формула арқылы қазір біз тапсырмаға жауап беретін боламыз. Енді бұл БЖБ-міз 11 балдан тұрады. Міне көріп отырмыз. 11 балдан бірінші тапсырмаға 5 балл, екінші тапсырмаға 6 балл беріліп отыр. 6 балл. Жарайды, енді жауаптарына көшейік, оқушылар. Жауаптар: біріншісі, білім беру мен ағарту саласының ерекшелігін анықтаңыз дейді. Бірінші ерекшелігі: 19 ғасыр мен 20 ғасыр бас кезіндегі қазақ жерінде білім беру саласы екі бағытта қалыптасты. Олар діни және зайырлы. Екінші, 1870 жылдан бастап қазақ мектептерінің басым бөлігінде білім орыс тілінде жүргізілді. Үшіншісі, діни медреселерде тек қана ұл балалар білім алса, ал зайырлы білім ордаларында аралас білім рұқсат етілді. Яғни қыз бала және ұл балалар бірге оқитын болды. Төртіншісі, 1897 жылы халық санағының нәтижесінде халықтың 1/8% сауатты екенін көрсетті. Бесіншісі, 20 ғасырдың басында көптеген қазақ балалары, олардың қатарында Әлихан Бөкейханов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Мұқан Әйіппенов сынды ағартушы қайраткерлер шет елдердің жоғары оқу орнында білім алды. Міне балалар, осымен біз бірінші тапсырманың толық жауап бердік десек болады. Міне 5 ерекшелігін атап кеттік. Білім беру мен ағарту деген сөзді біз екі жаққа бөліп қарастыруымыз керек. Ағарту саласы дегеніміз ол Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Шәкәрім Құдайбердіұлы деген ғұламалардың жасаған шығармаларына, сол кезінде өмір сүрген адамдардың еңбектеріне қарай ерекшелігін атап кеттік. Ал білім беруіне келетін болсақ, ол діни және зайырлы деп екі бөліміне қарай істеп бердік. Екінші тапсырмамыз: ПТМС формуласы білдіріңіз дейді. Міне позицияда маған беріліп тұр. 19 ғасырдағы қазақ халқының ауыз әдебиеті мен музыка өнері тарихи дерек көзі ретінде құндылығы жоғары ма, немесе құндылығы төмен ба деген екі деректің бірін ал деп отыр. Мен құндылығы жоғары деген терминді алдым өзіме. Себебі 19 ғасырда қазақ халқының музыка өнері жеткілікті дәрежеде дамыды деп санаймын мен. Түсіндіру себебі 18-19 ғасырда қазақ жерінің халық ауыз әдебиетінің дамуына, музыка өнерінің өркендеуіне зор үлес қосқан тұлғалардың қатарында Жаяу Мұса, Ақан Сері, Құрманғазы, Біржан Сал, Тәттімбет деген күйші ақындарымыз жатқызсақ болады. Екіншісі, сонымен қатар қазақ халқы ежелден бері дәстүрін, әдет-ғұрпын сақтағандықтан қазақ халқының күні бүгінге дейін жасы үлкенге құрмет көрсету, бата алу, бата беруді еш шығармаған. Міне осымен біз түсіндіруге екі дәлел келтіріп кеттік. Енді мысалға екі дәлел келтірейік. 18 ғасыр мен 19 ғасырларда қазақ жерінің шұрайлығына және де халық ауыз әдебиетінің өркендеуіне байланысты қазақ жерінде шет елдерден зерттеушілер, саяхатшылар келе бастады. Олар Шевченко, Аткинсон, Берн деген тұлғалар келе бастады. Енді екіншісі, 19 ғасырдағы ақын күйшілердің қатарында Құрманғазы, Жаяу Мұса, Біржан Салдың еңбектерінде қазақ халқының дәстүріне, жеріне байланысты жазылған күйлері бар. Олардың барлығы осы біздің халық ауыз әдебиеті арқылы ауыздан ауызға тарап келе жатыр. Міне осымен біз мысалға екі дәлел келтірдік. Енді осының барлығын біз қорытындылайық. Қорытындылай келе 18 ғасыр мен 19 ғасыр кезеңі қазақ мәдениеті және білім беру саласында үлкен өзгеріске толы кезеңдердің бірі болды. 18 ғасыр мен 19 ғасырда қазақ мәдениетінің дамуына үлес қосқан тұлғалардың еңбектері мен шығармалары бүгінгі күнге дейін өскелең ұрпаққа дәріптеліп келе жатыр.
міне балалар, осымен біздің екінші тасымамыз толық аяқталды. БЖБ-мыз аяқталды десек те болады. Егер біздің осы жүргізіп жатқан видео сабақтарымыз, БЖБ талдауларымыз сіздерге ұнап жатса, каналымызға тіркеліп, лайк басып, пікір жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.